Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгінгі видеода мен сіздерге таймфреймдерді байланыстыру арқылы позиция қалай кіреміз, яғни оларды қалай дұрыс пайдаланып сауда жасаймыз. Контекст қай таймфреймнен іздейміз және қай таймфреймнен кіреміз, қандай таймфрейм тиімді, сол туралы айтып беретін боламын. Біріншіден таймфреймдерді қалай байланыстырамыз, сол туралы айтып кетейін. Бізде мына жақта сол жақ қапталда орналасқан уақыт аралықтарының барлығы бізде бұл үлкен болып есептеледі. Яғни бұл жақта біз контекст іздейміз, ал екінші жағында, яғни оң жақта орналасқан таймфреймдер бұл бізде позицияға кіретін уақыт аралықтары. Мысалға біз апталық таймфреймнен контекст іздесек, яғни мысалға апталық таймфреймнен біз имбаланс зонасын байқадық және сол жерден баға реакция алады деп болжам жасасақ, онда 4 сағаттық таймфреймде біз структураның өзгергенін күтеміз. Яғни бізге келіп баға интересный зонаға келді және сол жерден структураны өзгертті. Ары қарай біз не істейміз? Екінші жақтағы интересный зонаға дейін позиция аша аламыз. Дәл солай барлығында да дәл солай қолданамыз. Мысалы, күндік таймфреймді біз контекст іздесек, 1 сағат таймфреймде позиция кіреміз. 1 сағатта контекст іздесек, 15 минутта кіреміз. Дәл осылай жалғаса береді. Енді графиктен мысалдар келтірейік. Бірінші мысалда бізде британдық фунт пен жапондық иен. Бұл жерде біз не көріп тұрмыз? Әрине бағаның осы жердегі ликвидностьтерді шешкенін көріп отырмыз. Мына аяқта баға, яғни бұл активте әзірше күндік үлкен таймфреймде консолидацияда, себебі баға бір диапазонның ішінде өте әлсіз қозғалып жатыр, ал импульс бізде осы жақта болып қойған. Енді бұл бізде маңызды емес, бізге маңызды осы жердегі ликвидностьті баға шешкенін көріп отырмыз және жаңа ордер флоу қалыптастырған, яғни баға импульспен өссе, яғни импульспен төмендеп келіп, осы минимумнан асты, кейін қайтадан диапазонға кіріп, ол осы максимумға жеткенін көріп отырмыз. Және тағы да біздің көзімізге қайсысы жерлер түседі? Әрине осы жақта бізде равный максимумдар, яғни қосымша failure swingтер тұр, яғни алынбаған максимумдар. Ешқайсының әзірге шешпеген, тек қана осыған ғана баға асты, осыдан ғана, ал қалғандары бізде қалып қойды. Сондықтан біздің көзіміз осы ликвидностьтерге түседі және осыған дейін позиция аша аламыз. Енді біз не істейміз? График жақындатамыз және бұл жерден структураның өзгергенін көріп отырмыз. Яғни баға осы жердегі негізгі максимумнан асып барып жығылған. Қосымша мына жерде ордер блок зонасы бар. Яғни бұл өте үлкен зона, кіші таймфреймнен қарасақ, осы аймақтарда болуы мүмкін, бірақ бір күндік таймфреймде бізде мынау ордер блок зонасы, немесе басқаларының атауы бойынша STB, осыны белгілеп қоямыз. Қосымша бұл бізде пой зонаның қызметін атқарады, жаңа біз таймфрейм бойынша айтқан болатынбыз. Күндік таймфрейм ол бізде контекст іздейтін жақ, сондықтан бұл жақта біз позицияға кірмейміз, тек қана контекст құрып аламыз, нарратив. Бірінші интересный зона ол осы ордер блок, ал екіншісі ол осы ордер блоктың ішіндегі ордер блок, немесе осы имбаланс зонасы. Мына жерден бастап толығымен мына аймаққа дейін бізде имбаланс зонасы бар деп айтсақ болады. Яғни неэффективность бар дәл осы аймақта, немесе осыны белгілеп алсақ болады. Бір имбаланс және мына аймақта екінші имбаланс бар. Бірінші дұрыс зонаны анықтауымыз үшін осыны сызамыз. Мына жерде дұрыс сызылды. Премиум және дискаунт зонасы. Дискаунт зонасында бізде екі зонаны көріп тұрмыз. Бұл ордер блок, екіншісі осы имбаланс зонасы. Ал мына премиум зонасында бізде екі зона бар, бірақ бұлар өте жоғары орналасқан. Баға кейде бұлардан реакция алса, кейде реакция алмайды. Тек қана бақылаймыз. Баға көрдіңіздер, ешқандай реакция көріп тұрған жоқпыз. Керісінше сол зонаны басып өтіп, бағаның қозғалып бара жатқанын көріп тұрмыз. Мінекей, толығымен имбаланс зонасын басып өтті баға, ешқандай реакция білдірген жоқ. Сондықтан ендігі
үмітіміз ол осы екі зонада, яғни осы екі зонадан баға реакция беруі мүмкін. Order flow бізде жоғары, үстіңгі жақта целіміз бар, тек қана бағаның реакциясын күту керек. Жақсы, мына жерде өзі реакция беріп жатыр. Енді бұл жақта біздің толығымен жұмысымыз аяқталды, себебі контекст құрып алдық, интересный зонаны анықтап алдық, мынаны өшіріп тастай берсек болады. Жаңа айтып өткеніміздей біз күндік таймфреймнен қандай таймфреймге өтеміз дедік. Әрине ол 1 сағаттық таймфрейм. Яғни осыған өтеміз, осы жақтан позицияға кіреміз. Кеттік, 1 сағатқа кірейік. Жақсы. 1 сағатта нені байқап тұрмыз? Дәл осы ордер блок зонасына келген баға және осы жерден реакция берген. Дискаунт зонасы. Мына аймақта бізде структураның өзгеруі бар. Немесе қосымша тағы да бір тексеріп жіберсек болады. Үлкен таймфреймнен, мысалы 4 сағаттық таймфрейм. Бұл жақта не болып жатыр? Бұл жақта қарайтын болсақ, барлығы анық көрінеді, ешқандай шум жоқ. Мына жерде ордер блок зонасы бар, немесе оның 50%-ын сызып алсақ болады. Осы жерден лонг позицияға кіре аламыз. Ордер блоктың, яғни бастапқы зонасының, немесе 50%-нан кірсек болады. Енді білмеймін, дәл осы жерден осы маркеттік баға, яғни осыдан кейін бізде свич ашылады ғой. Сол жерден автомат түрде бірден кіріп кетемін. Стопты қай жерге орналастырамыз? Осы жерге, яғни осы свингке, свинг лоуға, және келесі біздің цель ол осы жақ. Қатты алысқа апармай қояқ таргетімізді. Мінекей, мына жерден бастап біз шамамен 4 R-ға, яғни 4-ке 1 пайдаға жақын табыс таба алады екенбіз осы жерден позицияға кіретін болсақ. Енді бізде қазір бұл кірейін деп жатқанымыз 100% орындалады деп айта алмаймын. Себебі мына жерде қарап отырсаңыздар, тест жасалмаған имбаланс зонасы бар. Мына жер, сосын мына жер. Осы екі ликвидность. Мүмкін баға осылай кетіп қалады, немесе осы екеуін шешіп, содан кейін барып көтеріледі. Тек қана біз мына жерден подтверждениені көріп тұрмыз. Енді бағаның отработкасын, яғни осыны орындағанын күтейік. Мына жерде біз өзіміздің $100 кіретін болсақ, содан айырылдық деп айтсақ болады. Бірақ ештеңе етпейді, екінші мүмкіндікті күтеміз. Баға осы имбалансқа келді, ликвидность шешті, осы жерде қалып қойған. Мінекей, мына ликвидность шешкеннен кейінгі бағаның қозғалысын қараңыз. Мына қозғалысты қараңыз. Содан кейін осы қозғалысты қараңыз. Екі свитчамен ақ осы жердегі, яғни мына жердегі ұзындықтан асып кеткенін көруге болады. Мінекей. Бірақ бағаның осы қарама-қарсы медвежий свитчалардан, яғни осы 4-еуінен асып барып жабылды. Бұл бағаның шынымен де структураны өзгертіп жатқанының бір белгісі. Сондықтан біз осы жерден позицияға кірсек болады. Стопты осы минимумға орналастырамыз, ал таргетімізді дәл осы максимумға дейін қоямыз. Ары қарай бағаның отработкасын күтеміз. Біздің бірінші тейк профитіміз ол осы жерде болады, ал екінші тейк профитіміз ол осы максимумда болады. Бірақ бұл өте алыс, сондықтан осы жерге қояйық. Мына жерде бізде тағы да бір позицияға кіруге мүмкіндігіміз болған. Мінекей, баға төмендеді, осы ордер блоктың 50%-нан реакция алды. Себебі қарасаңыздар, мына жерде Fibonacci сызатын болсам, осы зонаның 50%-ын сақтап тұрғанын көріп отырмыз. Яғни фитиль бұл зонаны бұзғанымен, бірақ теласы, яғни денесі осы зонаны сақтап тұр. Сондықтан бұл жерден біз жаңа бір ордер блок зонасын қалыптасқанын көріп отырмыз, және осы жерден біз позицияға кірсек болады. Екінші позициямызды ашсақ болады. Стоп лосс ол әрине осы минимумда болады, ал таргетіміз дәл осы максимумда.
Неки мына аймақта да бізде бірнеше консолидацияны, яғни баға өте ұзақ уақытта біздің таргетімізге жеткен болады. Мына жерде енді трейдерларды қорқыту мақсатында болған қозғалыс деп айтсақ та болады. Себебі дәл осы максимумға жетер-жетпес жерге кері бұрылып осы жаққа дейін жетті. Стол лоссымызға сәл жақын жерге дейін барды және кейін қайтып таргетімізге жетті. Бұл енді трейдерларды адастыру үшін, манипуляциялау үшін жасалған қозғалыс деп айтсақ болады. Келесі мысалымыз бұл 4 сағаттық таймфреймде орындалады. Мына жерде біз көріп отырғандарымыздай баға консолидацияда қозғалып жатыр және біз сол консолидация зонасын сызып аламыз. Яғни оның хайы мына жерде орналасқан. Ал лоуы минимум осы жерде орналасқан. Енді біз не істейміз? Әрине бағаның консолидациядан шыққанын көреміз. Мысалға баға консолидациядан толығымен теласымен шығып кететін болса, онда біз шорт қарамаймыз, әрине, себебі баға өсіп кетуі мүмкін. Ал егер осыны шешіп, осы жаққа свип жасайтын болса, онда келесі осы минимумға дейін, немесе осы диапазонның 50%-на дейін шорт позиция қарай аламыз. Ендеше күтейік, бағаның қай жақты бірінші шешеді. Ол минимум ба, немесе максимум ба? Неке бірінші бізде баға максимумнан асты и кері қарай қайтып бара жатқанын көріп отырмыз. Енді не істейміз? Осы диапазонның 50% сызып аламыз, 50%. Міне 50% осы жерге дейін біз шорт позиция қарауға мүмкіндігіміз бар. Немесе осы 50%-нын бір интересный зоналарды іздейміз. Мысалға, ордер блок. Екінші соның ішінде орналасқан имбаланс. Осы екі зонаға дейін шорт позиция қарай аламыз. Баға мүмкін осы жерден реакция алып, ары қарай өсіп кетеді. Сондықтан тек қана бірінші мақсат осы жер, екінші мақсат осы жер. Және 4 сағаттық таймфреймді біз немен байланыстырамыз? Яғни осы жақтан контекст тауып алдық. Екінші біз 15 минуттық таймфрейммен байланыстырамыз. Ендеше кеттік 15 минутқа. Мінекей 15 минутта бізде өте ыңғайсыз қозғалыс болып жатыр. Тренд енді мына жерде өзгерген сияқты болды. Енді біз 15 минуттан немесе 30 минуттан позицияға кірсек болады. 30 минутты қарап көрейік, сол жақтан баға түсінікті болады ма, немесе жақсы, мына жақта бізде сәл 15 минутқа қарағанда шум аз, сондықтан осы жақтан позицияға кіріп көрейік. Біріншіден бізде осындай бір күшті модель бар, яғни бұның атауы бізде бокс сетап немесе жай ғана девиациядан позицияға кіру. Мысалға бізде девиация ол мына осы жерде болды, яғни баға осы консолидациядан шығып және кері қарай ішке қарай қайтты. Және осы бізде девиация зонасы, бұл пой ретінде қарай аламыз, қолдана аламыз. Және осы жерден біз не істейміз? Шорт позицияға кіре аламыз. Енді бұл агрессив түрде кіру, ешқандай подтверждение ештеңе алмай. Бұл жерде баға сіздің стоп-лоссыңызды алып кетуі мүмкін, бірақ тәуекел жасап көруге болады. Осы жерден кіретін болсаңыз, 2 RR немесе толығымен 100% осы жердегі консолидацияның 50%-ында орналасқан осы интересный зоналарға дейін позицияңызды ұстап отырсаңыз болады. Мінекей, дәл осы девиациялық зонаға баға келіп тест жасады және төменге қарай кетіп бара жатқанын көріп отырмыз. Жақсы. Мына жерде енді бізде имбаланс зонасы бар, қосымша ордер блок бар мына жерде. Енді бұл ордер блокқа баға келеді ме, келмейді ме белгісіз. Екінші имбаланс зонасы бар. Осылай сызып қояйық, үлкен қылып. Екі жер бар. Оның біріншісі осы жерден позицияға кіру, екіншісі осы жерден. Мысалға, бағаның реакциясына қарап позицияға кіруге болады. Мысалға, мына жерге келіп, қазір
баға төменге қарай реакция берсе, осы жерден шорт позицияға кіруге болады. Немесе дым реакция бермесе, онда келесі зонадан кіреміз деген сияқты. Жақсы, бізде баға мүлдем реакция берген жоқ. Мында да келген жоқ. Осындай кездер нарықта кездесіп тұрады. Жақсы, енді біз мына ордер блок зонасына өзіміздің позициямызды сеніп тапсыра аламыз ба, алмаймыз ба, оны мына жаққа қарап шешеміз. Мына аймақта бізде компрессия, ешқандай ликвидностьтер шешілмеген, дәл осы зона бізде ешқандай интересный зонаға тест жасамаған, бірақ мына жақта бізде инверсиялық имбаланс бар. Бірақ бұл қатты рөл ойнамайды. Бізге осы оң жақтағы, яғни сатушылар жағындағы интересный зоналардың бағаны реакция алып барып қана ордер блок қалыптастырғанын күтеміз. Міне көрдіңіздер өздеріңіз, ешқандай реакция берген жоқ. Керісінше осы жерден асып кетті. Егер осы жерден кіріп стопты осында қоятын болсақ, баға міндетті түрде біздің стоп лоссымызды алып кететін еді. Жақсы, мына жерде қайтадан осы имбаланс зонасына келіп тест жасап жатыр. Ешқандай реакция жоқ. Осы жерден бір кішкене реакция бар сияқты, себебі консолидация болып жатқан свечаны көріп тұрмыз бұл жерден. Осының келесі свеча ашылатын жерден позицияға кірсек болады. Мына максимумға қою қауіптірек сияқты, мына жерге қоюға болады. Егер 2 АРР-ға жете алмайтын болсақ, онда сәл төмендетеміз мына стопты. Мінекей толықтай осы зонаға дейін біз 2 АРР пайда таба аламыз. Жақсы, мына максимумға қоймаған себебі бұл сильный максимум емес, баға мүмкін осыдан асып кетіп, кейін барып төмендеуі мүмкін. Сондықтан бұл жерге сенім арта алмаймыз. Әрі қарай бағаның отработка жасағанын күтеміз. Мінекей бізде баға егер стопты осы жерге қойғанда стопқа тимейді екенін, бірақ көріп отырғандарыңызда өте жақын аймақта болған баға. Кейбір брокерлерде осындай жақын қашықтықта, яғни адамдар, трейдерларды стоппен шығарып жібереді. Сондықтан стопты осы қорғалған максимумдарға орналастырған дұрыс.